Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Жаратылыстану пәні 4-ші сынып тақырыбы ауада Архимед заңы қалай орындалады? Ең алдымен сабақтың тақырыптың мақсатына тоқталып кетейік. Бірінші, зерттеу әдісін бақылау мен эксперимент талдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу. Екіншіден, алынған нәтижені оқушыны таңдаған формада ұсыну. Үшіншіден, судағы денелерге әсер ететін Архимед күшін бақылау және болжау. Төртіншіден, Архимед күшін сипаттау және оның білінуіне мысал келтіру. Жалпы Архимед кім? Ең алдымен бұл тақырыпты өтпестен бұрын назарларына видеоролик ұсынамын. Мұқият назар аударып тыңдаңыздар. Жердегі заттар суға түскенде салмағын жоғалтып, жеңіл тартып кететінін бәріміз де байқаған шығармыз. Су өзіне түсірген денені жоғары көтеріп, бізге көмектесіп жатқандай әсер қалдырады. Сондай-ақ теңіз немесе өзенде су ішінде тұрып секіру, жердегі секіріске қарағанда жеңіл болатынын да білеміз. Бәріміз кейбір денелердің су бетінде қалқитынын, ал кейбірінің тіпті кішкентай тас болса да батып кететінін білеміз. Бұл заңдылықты ұлы ежелгі грек ғалымы Архимед байқаған болатын. Ол осы кейін өз атымен аталған заңдылықтың тұжырымын жасады. Аңыз бойынша бірде Архимедке Сиракуз патшасы екінші Герон келіп, өз тәжінің таза алтыннан жасалмағандығын анықтап беруді сұрайды. Ол зергердің өзіне берілген материалдың барлығын қолданғанына күдік келтіріп, алдауға түстім деп ойлайтын. Әрине, тәжді өлшеу еш қиындық тудырмайтын еді. Математик оның көлемін анықтап, соның көмегімен тығыздығын біліп, таза алтын ба жоқ әлде қоспа қосылған ба білу керек болатын. Бірақ бұрыс пішінді заттың көлемін қалай анықтауға болады? Ғалым тәждің көлемін қалай анықтау керектігі жөнінде ұзақ ойланады. Тәжді қайта балқыталмайтын тағы анық. Ойлана жүріп ваннаға түседі де, өз салмағымен судың көтерілгенін байқайды. Архимед Эврика деп айғайлайды. Бұл оны толғандырып жүрген мәселенің шешімі болатын. Тәжді суға салып, тәж ығыстырып шығарған судың көлемін есептеу керек. Ығыстырылған су тәждің көлеміне тең болады. Тәждің салмағын және көлемін білгеннен кейін, оның таза алтыннан немесе арзан қоспадан жасалғандығын анықтау қиын емес болатын. Аңыздың бір нұсқасында тәж таза алтыннан жасалмаған болып шығады. Ал Архимед болса, түрлі заттарды қолданып, өз тәжірибесін жалғастыра береді. Ол неге өлшемі мен пішініне тәуелсіз? Кейбір денелерді суға батып кетсе, кейбірі жартылай батып, енді бірі мүлде су бетінде қалқып жүретінін түсінуге тырысты. Осылайша Архимедтің атымен аталатын заң белгілі болады. Ал судағы денелерге әсер ететін күш Архимед күші деп аталады. Ол күш суға салынған дене ығыстырып шығарған судың салмағына тең. Архимед күші әркез ауырлық күшіне қарсы бағытталады. Сол себепті суға түсірілген кез келген дененің салмағы кері итеруші күштің шамасына дейін кемиді. Архимед күші сұйықтықтың тығыздығы мен оған түсірілген дененің көлеміне байланысты. Ал ауырлық күші дененің салмағына, ал салмақ дененің тығыздығына байланысты. Дене қаншалықты тығыз болса, ауырлық күші соншалықты көп болады. Сол себепті ағаш су бетінде қалқиды да, металл кесегі су түбіне лезде батып кетеді. Және бұл процесті ешқандай Архимед күші тоқтата алмайды. Бірақ корпустары болаттан жасалған үлкен кемелер қалайша суға батып кетпейді. Мұның себебі кеме ығыстырып шығаратын судың көлемі болаттың көлеміне ғана емес. Сондай-ақ ватер сызықтан төмен орналасқан трюмдердегі ауаның көлеміне де тең болуында. Егер біз қаптама тығыздығы мен ауаның тығыздығын кемітер болсақ, онда ол судан төмен болып шығады. Сондықтан да кеме суға батпайды. Айтпақшы, Архимед заңының арқасында су түбіндегі қомақты заттарды көтеруге байланысты есептерде шығарылады. Әуелі су бетіне көтеретін заттың көлемін анықтай отырып, қомақты ыдысқа сәйкесінше есептелген ауа жіберіп, затты еш кедергісіз жоғары қарай тартып алады. Табиғаттағы үдерістердің көпшілігі Архимед заңына бағынады. Мысалы, балықтар жүзу әрекетін реттеу үшін өз денелерінің тығыздығын орташа қалыпқа өзгертеді. Олар ауамен толыққан торсылдақтарының өлшемін өзгерту арқылы жоғары көтеріліп, тереңге жүзеді.
өсімдігі де тіршілікке жақсы бейімделген. Олардың піскен жемістері салмақты келеді. Ауырлығы соншалық, тіпті өсімдіктің өзін суға батырып жіберуі мүмкін. Сондықтан өсімдіктің жапырақтары сабақтарында ауаға толтырылған қуыстар пайда болады. Бұл қалыптылар өсімдікті суға ағып кету қаупінен сақтайды. Архимед заңы тек суға ғана емес, сондай-ақ газдарға да қатысты. Мысалы, ауадан жеңіл болатын гелиймен толтырылған әуе шарлары кері итеру күшінің арқасында биікке көтеріледі. Ағынсыз немесе баяу ағысты суларда тіршілік ететін су өрмекшісінің қарнының сырты сумен тымқылданбайды. Ол тереңге сүңги отырып, қарынға жабысып тұратын жүзгіштік қорын беретін және су бетіне шығуға көмектесетін ауа қабығын өзімен бірге алып кетеді. Әуеде қалыптау тек физика заңдары білімінің арқасында ғана мүмкін болады. Архимед заңы гидростатика мен газдар статикасының негізгі заңы болып саналады. Қоршаған ортаның қалай құрылымдалғанын білу және ондағы үдерістердің жалпы ережесін түсіну адамдардың пайдалы жаңа механизмдерді ойлап табуына мүмкіндік береді. Балалар, ары қарай тақырыбымызды жалғастырамыз. Біздер видеороликтен Архимед кім, ол нені ойлап тапқанын барлығын білдік. Енді сұйықтық сияқты ауада да Архимед заңы орындалады. Оны әуе шарының ұшуынан байқауға болады. Әуе шары әуеде жеңіл ұшатын ұшу аппараты. Әуе шарының баллондары гелий немесе сутегі газымен толтырылады. Бұл газдар ауадан жеңіл. Сол себепті олар шардың әуеге көтерілуіне көмектеседі және шарға ауада кері итеруші Архимед күші әсер етеді. Әуе шары дирижабльдер ауадан жеңіл ұшу аппараттары. Дирижабль басқарылады. Олардың баллондары көбінде гелий немесе сутегі газдармен толтырылады. Бұл газдар ауадан жеңіл. Сол себепті олар жоғары қарай Архимед күшінің негізінде көтеріледі. Қазіргі таңда сутегі газдары көп қолданылмайды, себебі ол адам денсаулығына зиянды болып келеді. Шарды әуеге ұшыру үшін тек жеңіл газдар ғана емес, сонымен қатар қыздырылған ауа да қолданылады. Сен білесің бе? Әуе шарының тарихы 200 жылдан астам уақытты қамтиды. Ағайынды Монфольлер жібек шардың ішіне ыстық ауа үрлесе, оның жоғарғы көтерілетінін байқайды. Көп тәжірибеден кейін олар 1783 жылы 5 маусымда ыстық ауада толтырылған шарды ұшырады. Бұл шар адам баласына ұшырған ең алғаш ұшу аппараты болып табылады. Ол 2 километр 500 метр қашықтықты ұшып кеткен. Есінде сақта, балалар, бүгінгі тақырып бойынша Архимед кім? Механиканың негізін салушы, гидростатиканың негізгі заңы Архимед заңын ашқан ежелгі грек ғалымы. Архимед заңы дегеніміз не? Сұйыққа немесе газға батырылған денеге кері итеруші күш әсер етеді, ол денені ығыстырып шығарған сұйықтық салмағы тең болады. Ал Архимед күші дегеніміз не? Газға не сұйықтыққа батырылған денеге және тартылыс күшіне қарсы әсер ететін күш. Енді балалар, практикалық жұмыс. Жалпы біздер шарлардың неше түрлерін білеміз. Гелий және өзіміз ауызбен үрлейтін ауа шары. Қалай ойлайсыңдар? Гелий шар жақсы ауаға көтеріле ме, әлде өзіміз үрлеген ауаға жақсы көтеріле ме? Әрине, гелий шар ауаға тез көтеріледі. Өйткені гелиймен үрленген шар ауаға жақсы көтеріледі, ал ауамен үрленген шар еденге қарай төмен түседі. Неліктен? Себебі ауа өзінен жеңіл газ гелийді кері итереді, ал ауамен үрленген шар ішінде ауа тығыз болғандықтан ол еденге түседі. Енді ары қарай тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Бізге 3 сұрақ қойылған. Осы 3 сұрақтың жауаптарын табуға тырысайық. Бірінші, әуе шарын ұшыру үшін баллонды қандай газбен толтырады? Жауабы гелиймен немесе қыздырылған ауамен толтырылады.
Неліктен дәл осы газ қолданылады? Жауабы: себебі гелий ауадан жеңіл. Үшінші сұрақ: ауа тарапынан әуе шарына қандай күш әсер етеді? Жауабы: Архимед күші әсер етеді. Келесі тапсырма: Филфорд. Филфордта жасырылған сөздерді тап. Олар төменде берілген түсініктемелердің қайсына сәйкес келеді? Түсініктемесі болмаған сөздерге түсініктеме құрастыр. Филфорд дегеніміз бізге бірнеше сөздер, әріптер тұр. Сол әріптерден біріктіре отырып сөз шығару керекпіз. Бізге 4 сұрақ құрастырылған. Сол Филфорд әдісі арқылы сұрақтардың жауаптарын табуға тырысамыз. Бірінші: су мен ауа тарапынан болатын кері итеруші күш, ол әрине Архимед күші. Екінші сұрақ: ең алғаш әуеде ұшырылған аппарат әуе шары. Үшінші: ұшатын аппарат дирижабль. Төртінші: Эврика сөзінің мағынасы нені білдіреді? Таптым деген мағынаны білдіреді. Ендеше балалар, бүгінгі сендерге үй жұмысына беретін тапсырма: Архимед кім? Архимед заңы дегеніміз не? Архимед күші дегеніміз не деген осы 3 ережені мұқият жаттап алайық. Жақсы оқушылар, сау болыңыздар.